Arkadaşlar, hoş geldiniz benim kanalıma. Bugün pişirme pişiremiz. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін Еркетай екеуміз печенье дайындайтын боламыз, иә? Иә. Сендерге барлық өлшемдерін керек заттардың видеода көрсетіп қоятын боламыз. Балалар, біз мына жерде керек заттарды дайындап қойдық, иә? Бізге керегі ұн, сары май, қант, қаймақ керек, және де тұз, қопсытқыш керек. Қазір ең алдымен біз қаймаққа қантты араластырамыз. Балалар, Еркеге мен көмектесіп тұрамын. Өйткені Еркетай әлі кішкентай ғой бізде. Ерке 4 жаста. Январда туған күні, иә, Еркенің? Иә. Қаймағымызды саламыз. Енді Ерке араластырады. Міне Ерке көрсеткен қалай араластырасың. Міне өстіп араластырасың. Араластыра ғой. Жақсылап араластыр. Алып қоямыз бір жаққа. Олар енді ары қарай жалғастырамыз. Міне мұнда бізде қопсытқыш бар. Соны қосамыз. Bir шай қасық. Және де оны араластырып аламыз. Тұз кішкене. Осыны араластырып аламыз. Майды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Қопсытқышпен тұзымызды, иә? Осыған майымызды құйып, араластырамыз тағы да. Міне қолмен араластыруға болады, немесе осылай қасықпен немен араластырсаңдар да болады. Жақсылап араласын десек, міне мен жарайды көмектесейін, Ерке араластыра алмайды ол қолмен, не? Мен бұлай көмектесейін оған. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Міне енді балалар, осы жаңағы міне бізде мынандай крошка дейді, мынандай үгінді сияқты болды, иә? Мен маймен оның осындай мынандай болады. Енді осыған бағанағы қаймағымыз, иә, қант қосылған, соны қосамыз. Балалар, енді міне қазынауымызды араластырайық. Жақсылап қолын жуып ал, иә, Ерке? Қазір мен көмектесем Еркеге. Қамырымыз бірігіп. Балалар, міне біз қамырымыз дайын болды. Міне осылай целлофанға салып қойдық. Енді бұны тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Достарға қарай жалғастырамыз. Қазір енді мына қамырымызды екіге бөліп жаямыз. Біреуін Ерке кесіп, біреуін мен кесем. Балалар, қараңдар, не бөліп бердім Еркеге. Біреуін өзім жаям, біреуін Ерке жаяды. Иә, Ерке, солай істейік па? Иә. Дұрыстап жаямыз. Қатты жұқа болып кетпеу керек, иә, балалар? Жайып жатсың ба, Ерке? Иә. Тағы да кішкене жай. Балалар, енді міне бізде мынандай формалар бар. Солармен кесеміз, иә, мә, Ерке? Бүйтіп қоясың да, міне. Ең шетіне қоясың, міне. Сосын басасың, міне. Қашты. Міне. Қараңдар, балалар, міне. Мынандай үй. Қашын, мамасын. Екеміз бірге істейік, иә? Бұл сияқты мен. Ең шетіне қоясың. Басасынан осылай басу керек. Енді мына шетіндегін бүйтіп алып таста. Шетіндегі мен. Ал осылай. Жерге қой. Енді ал. Не сенде печенье? Енді оны мына жерге қойып қой жанына. Солай бас. Басу керек. Міне сол кезде мынау жақсы алынады. Енді көр. Вот, жұлдызша, иә? Мынандай жүрекше жасаймыз, иә? Енді қараш. Жүрек, иә? Жүрекше. Күшті ма? Иә, екі бірге бұқадық. Енді осылай барлығын кесіп шығамыз. Әдем болды ғой. Иә, күшті болды. Әдемі күшті печенье болды, иә? Қазір дәмі қандай болады көреміз, иә? Жаңағы біз кесіп алғаннан кейін мынандай қалып қалды ғой. Қайтадан жаямыз оны, міне. Мамамен. Иә, сонымен жая ғой. Қалғанын кесіп қояр. Бірден бірнешеуін шығар. Күшті болды ма? Иә. Бара, енді пешке қоямын. Ерке қазір пешке қояды. Ал мен ашайын, сен қоя ғой.
Вот, міне, енді қазір пісіреміз. Ал балалар, енді бізге мына столымызды жинап, қазір печеньеміз піскенде алатын боламыз. Сендерге көрсетеміз, иә, балаларға. A few moments later. Ал балалар, міне 25 минут өтті, иә. Біздің міне печеньеміз дайын болыпты. Кәне, ерке ала қой. Қоң күйіп қалмасын, иә, ыстық. Ал, жүр. Столға қоя қой. Ой, дәмі күшті болып па, ерке? Ұнап тұрма саған? Жақсы ма екен? Балаларға не айтасың?